Баршаңызға сәлем достар, сіздермен мөлдір. Бүгін біз сіздермен өте жеңіл дайындалатын әрі ең дәмді тағамдардың бірі фаршированный перцті бірге дайындаймыз. Каналдан алыстамаңыздар. Ең бірінші бізге қажетті басты ингредиент ол тәтті бұрыш. Тәтті бұрышты пышақтың көмегімен осылай бас жағын алып, ішіндегі дәндерінен тазалаймыз. Және осылай ыңғайсыз болса, кішкентай қасықпен де алсаңыздар болады. Мен өзім ешқандай пышақсыз, қасықсыз осылай ішіне қатты итеріп, дәндерін алып шығамын, және де қолыммен қаттырақ сілкіп жіберсем, дәндерінен ажыратылады. Осылайша барлық тәтті бұрыштарды жақсылап жуып, дәндерінен тазалап аламыз. Менде барлығы рецепт бойынша 13 орташа тәтті бұрыш шықты. Келесі кезекте бізге ет қажет болады. Ет тартқыштан өткізілген. Менде сиыр еті және де бір үлкен пиязды, 3 сарымсақты тазалап, блендердің көмегімен ұсақтап турап алдым. Сіздер пышақпен де турасаңыздар болады. Және жуып тазалап қойған күрішімізді де дәл осы массаға салып, дәміне қарай тұзымызды саламыз. Сондай-ақ бұрыш және кез келген өзіңізге ұнаған дәмдеуішті қоссаңыздар болады. Мен осындай арнайы сиыр етіне арналған дәмдеуішті қостым, және барлығын да жақсылап қолымызбен араластырамыз. Қолымызбен осылай мыжып-мыжып жақсылап араластырамыз. Енді жаңағы тазалап, жуып дайындап қойған біздің тәтті бұрыштың ішіне осы дайындаған фаршымызды нығыздап, толтыра салып шығамыз. Достар, қажетті заттардың нақты мөлшерін сіздерге описание бөліміне жазып қалдырдым. Сол жерден қарап, дәл осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі кезекте қазанымызға аздаған сұйық май құйып, үстіне ұсақ етіп тураған пиязымызды және үккіштен өткізілген сәбізімізді саламыз. Және бір араластырып, үстіне 2-3 дана картопымызды үлкен етіп турап саламыз. Сондай-ақ дәміне қарай тұзымызды және томат пастасын немесе мен секілді 2 шай қасық паприканы қосып, жақсылап араластырамыз. Сондай-ақ үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Және суымыз бұрқылдап қайнап жатқан сәтте біздің жаңағы дайындап қойған тәтті бұрыштарымызды салып, барлығы су батып тұруы тиіс. Бетін жауып, баяу отта 40 минутта пісіріп аламыз. Осымен біздің тағамымыз дайын. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Мөлдір.